Адамды бір көріп тану екінің бірінің қолынан келмейді. Алайда кез келген адамның жақын досы, сырласар жақыны болғаны, оны шын тани білгені абзал. Өмірде адам танымайтын кісілер көп опық жеп, өкініштерін айтып жататынын жиі естиміз. Ендеше бұл психологиялық тест сіздің қаншалық адам тани алатыныңызды айтып береді. Алдымен каналымызға жазылып, осындай қызықты ақпараттарды бірінші тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойғайсыз. Пікір жазып кетуді ұмытпаңыз. Ең маңыздысы осы. Біз үшін үлкен қолдау да сіздің бірер секунд уақытыңызды бөліп бір ауыз болса да пікір қалдырып кеткеніңіз. Суретке қарап, 4 адамның қайсысы ұры деп ойлайсыз, соны анықтаңыз. Содан соң сурет нөміріне сәйкес өзіңіз туралы деректі оқыңыз. Бірінші суретті таңдасаңыз, сізді түйсігіңіз алдамайды. Кез келген қиындықты шешерде, 6-шы сезіміңізге сене беріңіз. Осы қасиетіңіздің арқасында адаммен тез тіл табысасыз, адамның ақ-қарасын бірден ажыратасыз, қандай іс болса да келеңсіздікке жол бермейсіз. Дегенмен адамды 100% толық танисыз деп айта алмаймыз. Екінші суретті таңдаған болсаңыз, мұқият тыңдаңыз, адамды тануға қатысты тәжірибеңіз мол. Тактикалық ойлау қабілетіңіз жақсы дамыған. Техникалық бағытта жұмыс істесеңіз, ешкім сіздің орныңызды баса алмайды. Мынадай кемшіліктеріңіз бар, сондай аңғалсыз, бұл қасиетіңізден опық жеп қаласыз. Сізді алдау оңай, елдің бәрін өзіңіз сияқты деп ойлайсыз, дос таңдағанда да аса мұқият болыңыз. Кез келген адамға сене бермеңіз. Үшінші суреттегі адамды ұры деп есептесеңіз, онда сіз мынандайсыз, өте интеллект тұлға екенсіз. Философияны жаныңыз сүйеді, білімді жансыз. Барлығына жауапкершілікпен қарап, әр детальға мән бересіз. Адамды жақсы танисыз. Араласуға бола ма, жоқ па бірден білесіз. Кіммен қалай сөйлесу керегін жақсы білесіз. Сізді кейбірі беймаза деп ойлауы мүмкін, алайда сізбен араласуға бәрі құмар. Сәл ұстамды болып көрінгенге ақыл айта бермеуді ескеріңіз. Төртінші суреттегі адамды ұры деп есептеген болсаңыз, аса мұқият тыңдап, біліп алыңыз, дедуктив қабілетіңіз жақсы дамыған. Нағыз стратег әрі тактиксіз. Сізден ештеңе жасыру мүмкін емес. Сұрақтың түбіне терең бойлайсыз. Басқаның әрекетін оңай бағалай аласыз, қарым-қатынас құруда еш қиналмайсыз, адамды жақсы танисыз. Осы қасиеттеріңізге қарамастан көпшілік жиналған жерге аяғыңыз тартпай тұрады. Массагет кезеттен. Сіз үшін бұл психологиялық тест пайдалы болды ма? Жалпы осындай тесттерге сенесіз бе? Пікір алаңына ойыңызды жазып кеткейсіз.